Мен Мэри Кей ғылыми қызметкері доктор Люси Гилдимін. Жақында мені TimeWise 3D түс беруші негізі сатылымға шығару түсірілім алаңының сыртына шақырған болатын. Мен сіздермен шабыт алған Мэри Кей инновациясы туралы нақты елдермен әңгімелесе алдым. Макияж жалықтырмайтын іс, сондықтан әдемі болу мүлдем қиын емес деген сезімде бір ерекшелік бар. Мен өзімнің әдемі көрінетімді білемін және өзімді солай сезінемін. Мұнан артық қалаудың да қажеті жоқ. Терімде күні бойы таңертеңнен кешке дейін сақталып тұратын түс беруші негізді қалаймын. Бұлай есту ғанибет, себебі біздің мақсатымыз түс беруші негізді қарапайым әйел үшін жасау болатын. Ол өз ісімен айналысқан уақытта құрал теріде сақталу керек. Тамаша. Біздің барлығымызда жұмыс бастымыз, рас қой? Жақсы. Әдетте сізге теріңізге сәйкес келетін түс табу қиын ба? Иә, маған түс беруші негізді корректормен араластыруға тура келеді. Иә, қажетті түсті табу үшін. Ендеше осы жаңа TimeWise 3D түс беруші негізбен біз IntelliImage эксклюзивті технологиямызды пайдаландық. Біз тері реңктерінің нақты және түп нұсқасын алу үшін бүкіл жер шарындағы әйелдердің беттерін сканерледік. Керемет. Сіз күңгірт формуланы пайдаланасыз ба? Әлде жылтыр формуланы ма? Күңгірт мен үшін күңгірт. Ендеше біз күңгірт формулаға тері майын сіңіріп алатын сорғыш секілді әрекет ететін арнайы микросфералар қостық. Мен мұны бағалаймын. Маған жылтыр ұнайды, себебі ол теріме бұрын сондық көрмеген жылтыр қосады. Жылтыр түс беруші негіздің формуласына сізге ұзақ уақыт бойы жайлылық сезімін сыйлайтын жарық, шағылдырғыш, пигменттер мен жажоба қостық. Біз түс беруші негіздің құрамына патент күтуші H-Minimize 3D кешенін қосты. Оның теріге арналған барлық артықшылығын бағалай білу үшін құрамында инкапсуляцияланған ресвератрол, 2 есе әсер ететін B3 витамині және жас ұлғаюына қарсы пептид бар. Сіздер әдемі көрінесіздер. Мэри Кейде кез келген инновация сіздерден шабыт алады. Біз тамаша құралдар әзірлеуге тырысамыз. Себебі сіздер өздеріңізді сенімді, әрі әдемі сезінуге көмектесетін тамаша нәтижеге, өнімге, қосындыларға және формулаларға лайықсыздар.